Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен білім алушылар. Біз бүгін қазақ тілі сабағын өтетін боламыз. Алдымен мына суретке назар аударыңыздаршы. Қандай сөздерді оқып тұрсыздар? Жалқы, жалпы есім, негізгі және туынды зат есім. Демек біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды зат есім екен. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Негізгі туынды зат есім, сын есім, етістікті анықтау. Енді білім алушылар, бейне сабақты мұқият тыңдап назар салыңыздар. Ана, мына қамшы әдемі екен. Иә, оны менің нағашы атам өрген. Нағашы атам қолөнер шебері. Атам теріден қамшы өреді. Атамның қамшылары көрмеде тұр. Ал әжем ісмер. Ол әдемі киімдер тоқиды. Дана, ісмер сөзі қандай мағына береді? Ісмер қолынан іс келетін шебер, өнерлі адам. Керемет. Алена, осы ісмер сөзі қандай зат есім болатынын білесің бе? Әрине, ісмер туынды зат есім. Дұрыс айтасың, заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейді. Мысалы, көз, топ, кітап. Түбір сөзге жұрнақ жалғанса, сөздің мағынасы өзгеретінін еске түсіреді. Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, шеберхана. Жарайсың, Алина. Бейне сабақты мұқият тыңдап болсаңыздар, енді мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бейнебаян не туралы? Зат есім нешеге бөлінеді? Негізгі зат есім дегеніміз не? Мысал келтір. Туынды зат есім дегеніміз не? Мысал келтір. Жарайсыңдар, білім алушылар. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейді. Мысалы, ана, бала, кесте, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалған арқылы жасаған зат есімді туынды зат есім дейді. Мысалы, іскер, суретші, оқулық, достық. Енді білім алушылар, мына тапсырманы орындап жіберіңіздер. Бұл тапсырмада туынды зат есім жасайтын қосымшаны жалғайсыңдар. Яғни, сәйкестендіру тапсырмасы. Мысалы, білдік. Келесі тапсырма дұрыс жазылған туынды зат есімді тап. Қалған тапсырмаларды өздеріңіз орындаңыздар. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Мақалдың қатесін түзеп, көшіріп жазамыз. Өлең шынның қол алтын, өнерлінің сөз алтын. Енді білім алушылар, сіздерге ларинкапс арқылы тапсырма беремін. Сол тапсырманы өздеріңіз орындаңыздар. Кім тез тауып оқиды екен? Сөздерді дұрыс орналастырып, сөйлем құрастырамыз. Енді оқулықтағы Мұзафар Әлімбайдың күн тоқыған кілем өлеңін мәнерлеп оқыңыздар. Қалай ойлайсың? Күні кілем тоқи ала ма? Өлеңнің алғашқы шумағында неліктен солай айтылған? Осы сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Енді білім алушылар, бүгінгі алған біліміміз бойынша кері байланыс тапсырмасын орындайық. Сіздерге сілтеме жіберемін. Сол сілтемені ашып, тапсырманы орындайсыздар. Бұл тапсырмада негізгі зат есім мен туынды зат есімді тауып, бос ешқа орналастырасыңдар. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру рефлексиясы. Бүгінгі сабақта қандай білім алдың? Сабақта саған тапсырманы орындауға не көмектесті? Сабақта саған тапсырманы орындауға не кедергі болды? Маған қиындықтарды жеңу үшін не істеу қажет? Бүгінгі сабақта нені үйрендің? Осы бойынша өз-өздеріңізді бағалап, тексеріп жіберіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.